Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Таңертең тұрсақ, қар деген жауып тастапты, әлі де түсте жауып жатыр. Сол үшін дала суық қой деп сиырларды түсте бірақ суға шығардым. Олар суларын ішіп болам дегенше мен үшеуіне осылай бөлек-бөлек шөптерін салып дайындап қойдым. Одан кейін үшеуін кіргізіп орындарына жайғастырып қойдым. Осылай бөлек-бөлек тұрып шөптерін жеп тұр. Ал мен үйге кіріп есіктерді жуа бастадым. Бұл уақытта қызым ұйықтап жатыр. Ұйықтамаса мен бұларды әлі жумас едім. Өйткені жаңа сабынымды алып алады, суымды. Достар, мен жаңа есік жуғанша сіздер подписка батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар, қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ұлымды жаңағы ыдыс қыратын жаңа темірге жібердім. Осылай наклейка жабыстырып тастаған екен, сағыздың наклейкасын екі жерге де жабыстырып тастаған. Осылай ақырындап қырып алып тастадым. Кір сабымен жуып жатырмын. Кір сабын кәдімгідей көпіртіп, кірін езіп, жаңа шоколад, сағыз, қолдың іздері барлығы есіктерде қалып қалған екен. Жуылмағаны да біраз болды. Әні-міне деп есіктерге бүгін қолым тиді. Ито бұның барлығын жаңа барлық бөлмелердің есіктерін жуып бітірген жоқпын. Қызым оянып кетіп, қалғанын жуа алмадым. Өйткені қолын суға малады, сабын ұстайды дегендей осылай отырмыз. Кішкене біраз емізіп алғаннан кейін осылай чайниктерді, ыдыстарды жуып болғаннан кейін чайниктерді жуып қойдым. Түбі осындай күйе болып кеткен. Пешіміз несі тола бастады ма, әйтеуір осындай күйе шығаратын болды. Оны да бір күні тазалап қою керек. Мына комытым деген су тиген екен, ішіне қатып қалған. Осылай ішіндегісін аузын алып тастап, қатып қалған, осындай түйіршік болып тұр, комок болып. Әйтеуір қолданып тастайын деп, бұны да пайдаланып қолданып тастадым. Осылай газдың бетінде сүртіп алдым, шкафтың үстін, терезенің алдын бір сыпыра жаңа сүртіп алдым. Сында пешті де жағып қойдым. Кеш батқаннан кейін осылай сиырымды сауып, сүтті құйып дайындап қойдым.